просто сені қылмай қалды да, импотент болып қалдың, сені қуып жіберді әйелің, ажырастыңдар. Айтшы, сен бірінші рет үйленгенде ол шлюха еді дедің, қыз емес еді дедің, әркіммен жүрген, әркімнен қалған, алдым адам болып кететін шығар деп, семья болып кететін шығар деп ойладым дедің ше, жадыраны, дұрыс па? Бірақ ол бәрібір жүріп жүрді, жұмыстан үйге келсем ағаммен бірге жатады дедің, постоянно ағам үйде болады бір жан дедің, екеуі бірге жатады дедің, еще кешке шығып кетеді да таңертең келеді дедің, тамақ істемейді. Сен жұмыс істедің, үй алып бердім, машина алып бердім дедің, шахтада жұмыс істедім дедің. Енді сен менімен тұрып атсың, айтшы. Жұмыс істемейсің, тұрмай, 4 жылдан бері біргеміз, я? Мысалы, сен әйелің 10 рет байға тиді, біреумен бір 4 жыл, 5 жыл тұрған жоқ. Анамен 2 ай тұрады, анамен 1 жыл тұрады, анамен 3 ай тұрады. Әркімнен туып алды, мысалы, әркіммен жүреді, мысалы. Сен соны неге жақсы әйел ол, шлюха емес ол, сенің қызың 6 жастағы қызың шлюха деп бірінші классқа баратын қызды неге олай айтасың?